Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина. Күйік кезіндегі алғашқы медициналық көмек. Күйік – бұл терінің немесе тіндердің зақымдануы. Ол ыстық температураның, химиялық заттардың немесе күн сәулесінің әсерінен туындайды. Күйіктің 4 дәрежесі болады. Бірінші дәрежеде терінің үстіңгі қабаты ғана зақымданады. Жәбірленуші ауырсынуды сезініп, терісі қызарып кетеді. Мұндай күйіктердің жазылуы үшін әдетте 3-4 күн жеткілікті. Екінші дәрежеде эпидермис пен оның астыңғы қабаты зақымданып, күлбіреу пайда болады. Егер күлбіреу жарылса, жараға инфекция түсіп кетуі әбден мүмкін. Бұл күйіктерді емдеу үшін 1 апта немесе одан да көп уақыт қажет етеді. Үшінші дәрежелік күйік терінің терең қабатына әсер етіп, жараланған аймақ ақ түске боялады. Төртінші дәреже тері және бұлшық еттің тіні сүйекке дейін терең зақымданады. Шағын зақымдану кезінде алғашқы медициналық көмек үй жағдайында көрсетуге болады. Бірақ 3-ші және 4-ші дәрежелі күйік орын алса, тез арада жедел жәрдемге қоңырау шалған дұрыс. Егер күйік аймақ өте терең болса, қолыңызды тигізбей, медицина қызметкерлерінің келуін күтіңіз. Зақымданған жерге күнбағыс майын жағуға, крахмал себуге, йод немесе спиртпен өңдеуге өте қатаң тыйым салынады. Осы қателіктердің барлығын ауырсынуды күшейтіп, жараның жазылуына кедергі келтіресіз. Дәрігерге дейінгі көмек. Күйікті тудырған қоздырғыштан құтылыңыз. Зақымдалған аймақты суыту қажет. 1-ші және 2-ші дәрежеде теріні салқын ағын сумен салқындатады. Бұл процедураны 15 минуттан асырмау керек. 3-ші және 4-ші дәрежеде жарақаттанған орынға дымқыл таңғыш байлап, таза салқын суға 10-15 минутқа салып қойыңыз. Таңғышты шешпеңіз. Жәбірленушіден сағаттарды, білезіктерді, белдіктерді және сақиналарды шешіп салуын өтініңіз. Өйткені ісіну пайда болған соң оларды алып тастау өте қиын болады. Теріге жабысқан киімдерді ешқашан шешпеңіз. Мұз, май және лосьондарды қолданбаңыз. Жедел жәрдем келгенше жәбірленушінің тыныштығын қамтамасыз етіңіз. Сіздермен бірге болған мен, Мадина. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алла разы болсын.